Қайырлы күн достар. Сіз Кантон көрмесі туралы естідіңіз бе? Естімесеңіз, Қытайда жылына 2 рет Гуанчжоу қаласында Кантон көрмесі болады. Ол көрмеде бүкіл Қытай заводтары және де үлкен алпауыт заводтар өздерінің өнімдерін және жаңа өнімдерін шығарып осы дүние жүзіне ұсынатын болады. Неге дүние жүзіне? Себебі мен ол көрмеге барып тұрамын және де америкалық, европалық, ресейлік, басқа да көптеген халықтар сол көрмеде көремін. Олардың істейтіні сол көрмеден шығарған өнімдердің контактілерін, байланыс телефондарын алып, өздерінің интернет жарнамаларына салып, оны жарнамалайды. Жарнамалаған ең халық оны өзіне жақсы қабылдаса, және де ол сұранысқа ие болатын болса, ол тауарды хитқа айландырады. Көрдіңіздер ме? Не себептен спиннер хит болды бізде, не себептен қай жерден хит товарлардың басы басталу деген сұрақ болатын болса, осы жерден басталады. Ешқандай ақыл қосып, ешқандай керемет бір гений идеялардың жасаудың қажет жоқ. Мен сол көрмеге барып, көптеген өндірушілердің контактілерін алып келейін деп жатырмын. Және де біз Жібек жолын жаңғырту компаниясы сол көрмеге барам деушілерді өзімізбен бірге ілестіріп барамыз, көрсетеміз. Қалай ол жақтағы заводтардың егелерімен сөйлесу керек, контактілерін алу керек деген сияқты сұрақтардың барлығына соларды көрсетеміз. Қазір мен өзім енді бастап көрмеге адамдар қазір жиналып барайын деп жатырмыз. Егерден сізге осы видео қызықты болса, көрме қызықты болатын болса, өз номеріңізді осы видеоның астына қалдырыңыз. Біздің менеджерлер сізге хабарласып, көрме туралы, Қытай мен бизнес туралы, Жібек жолын жаңғырту туралы толық ақпарат беретін болады. Рахмет достар.